Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 87-ші сабақ зат есімдерді тауып сұрақ қоюды үйренеміз. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қоямыз. 10-шы жаттығу өлеңді түсініп оқы. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды. Екінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Авторы Өтебай Тұрманжанов. Енді осы өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер дейді. Көлін не қорғайды? Шағала қорғайды. Шопан нені қорғайды? Төлін қорғайды. Екінші жерін, елін кімдер қорғайды? Егінші және батыр, Егінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды екен өлең мазмұны бойынша. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой дейді. Шағала, не шағала? Шопан, кім? Шопан. Егінші батыр, кім? Егінші кім? Батыр деп сұрақ қоямыз. Енді мына ережені оқып есте сақтап алайық. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақ қойылады. Бұлар бізде зат есімдер. Яғни адамға қатысты сөздерге кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деп сұрақ қоямыз. 11-ші жаттығу кестені толтыр. Алма, ла, қалалар, қариялар, бала, ойыншықтар, сәби, мұғалімдер деген сөздер берілген. Кім деген сұраққа бізде бала, сәби деген сөздер жауап береді. Не деген сұраққа алма, лақ деп жазамыз. Кімдер? Қариялар, мұғалімдер. Нелер? Қалалар, ойыншықтар деп осындай әр сұраққа қай сөз жауап беріп тұр, соларды осылай кестеге толтырып, орналастырып жазып аламыз. Кім? Бала, сәби. Не? Алма, лақ. Кімдер? Қариялар, мұғалімдер. Нелер? Қалалар, ойыншықтар. Келесі 12-ші жаттығу өлеңді рөлге бөліп оқыңдар дейді. Өмірде ата кім мықты? Айтқан адам шындықты. Қасиет неде адамдық? Ізет, мейірім, адалдық. Өмірде не ең жаман? Сақтай алмау елді аман. Авторы Серікбай Оспанұлы екен. Енді осы өлеңнен зат есімдерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Бұл өлеңдегі зат есімдер ата, адам, қасиет, адамдық, ізет, мейірім, адалдық деген сөздер. Ата кім? Ата. Адам кім? Адам. Қасиет не? Қасиет, адамдық, ізет, мейірім, адалдық дегендердің барлығына не деген сұрақ қоямыз. Келесі шығармашылық үзіліс 13-ші жаттығу ойлан тап, саған кім болады дейді. Мына көп нүктенің орнына біз ойланып қандай сөз жазамыз, соларды жазып шығамыз. Әкеңнің әкесі ата, әкеңнің анасы әже, анаңның әкесі нағашы ата, анаңның анасы нағашы әже. Өзіңнен кіші қыз болса, қарындас, сіңілі. Өзіңнен кіші ұл болса, іні, бауыр болады. Енді осы тапқан сөздердің зат есім екендігін дәлелде дейді. Біздің тапқан сөздеріміз ата, әже, нағашы ата, нағашы әже, қарындас, сіңілі, іні, бауыр деген сөздер. Бұлардың барлығы отбасы мүшелерінің атауы, яғни адамдар. Кім деген сұраққа жауап береді, сол себепті зат есім болып тұр екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.